Ал, атбегіге қарай аттың басын бұрайық. Енді ана чабандоздардан, бір атбегілерден бізде ән тыңдаймыз ғой, тек қана ат жүгірте бермейміз ғой енді, расында. Сол сияқты бізде солардың атынан сөйлеуге рұқсат беріңіз, Индира ханым. Сізге әрине біз баға бере алмаймыз десек те, бағанағы Қазбек білеміз, лирик композитор сөзінде өзі жазған көрінеді. Бірақ енді еркек адамға әйел адамның айтып тұрғаны бізге бұл керемет көрінеді да. Еркек адамның еркектен тыңдап тұрған әннен қарағанда. Бәйгеде де қарап отырсаң, байтал шауып бәйге алмас деп жатады көп бәйгелерде. Бірақ мына әнде сіз шауып бәйге алып отырсыз бұйырса. Өзім ойым. Рахмет. Керемет жеткіздіңіз. Ана Қазбектің мужской вариантын женский вариантта жеткізгенде, ана алыстама деп жатқаныңыз расында қыз балаға да бір жарасатын сияқты. Ана ақынға лайық сөз туады, әншіге лайық ән туады, батырға лайық ат туады, жігітке лайық жар туады, халыққа лайық хан туады дейді ғой. Сол Қазбекке лайық туылған ән, сол Қазбекке лайықты туылған ән, сол Қазбекке лайық туылған ән сіз бір асырап алған сияқтысыз. Және каверге лайық Нұрболхан туады. Рахмет. Мұхтар, бізде енді алдыңғы маусымдарда келіп, өзінің тамаша каверлермен халықтың махаббатына бөленген әншіміз, орындаушымыз. Пікіріңіз? Енді Индира әпкемізді біраз болды сағындық шыны керек. Сіз өзіңіз негізі ерекше бір сондай әндер тауып аласыз ба? Қазбекте орындауында тыңдап жүрдік. Мына тыңдау сіздің орындауыңызда бір әнге бір жақсы дем берілген сияқты. Сәттілік өте керемет. Önіңізге жатып тұр. Рахмет. Тамаша пікірлер айтылды. Әзірге бұл бірінші каверіңіз ғана. Алдағы уақытта екінші каверіңізді тыңдайтын боламыз. Әзірге жайғастырамыз. Құрмет қошеметтеріңіз. Бір нәрсені тағатсыздана күтетін шыдамсыз адам болсаңыз, біз сізді шыдамдылыққа үйретеміз. Бізде жарнама. Бұл кавер-шоу. Ал біз екінші қатысушыға кезек береміз. Бізде Асан Пердешев. Қандай каверді алып келдіңіз? Арман-ай деген Музарт тобының орындауындағы әнді алып келдім. Өйткені бұл ән маған бала кезімнен ұнайтын. Маған осы ұсыныс түскен кезде мен бірден айттым, осы Музарт тобының осы Арман-айын айтам деп. Арман. Бірақ енді мен оны 6-8 вариантта ауыстырдым. Ал енді дәл осы әннің негізгі Музарт тобындағы нұсқасы қандай болды? Экранға назар саламыз. Болғандай болды ма? Енді мына жерде бәйгі көкпар қылып жібердік қой, былайша айтқанда. Тек қана енді комментатор емес, жалпы мен өзі өмірде ақындыққа да, композитикаға да жақын адам, біраз әншілер әнді орындап жүргені рас. Естіп те жүрген шығар. Мен енді әншілік көзбен, ақындық, жаңа композитик көзбен қарағанда ән керемет, сөзінде үйлестірген, әншісін тапқан Индира ханым. Сізге біз әділ қаз емес, бірақ біз сарапшы болғаннан кейін, бана даланың, табиғаттың, өзіміздің пікірмен қараған кезде әнді расында ашып тастадыңыз. Бұрынғы әннен былай қарай қашып, өзіңіздің табиғатыңызбен, өзіңіздің бұрынғы келе жатқан мінезіңізбен жеткіздіңіз. Бұл өзі ән деген нәрсе өзі бір характерді, жалпы өзінің табиғи Құдайдан келген нығмет, құдіретті, өзінің бір ұстанып жүрген ұстаным талап етеді ғой. Бұл еліктеуді, еріп кету талап етпейтін өнер ғой. Мынау еріп те кетпей, өзіңіздің табиғатыңызбен орындадыңыз. Маған шынайы табиғатпен орындағаныңыз ұнап отыр да. Сол қуанып отырмын. Бәріміз табиғатпен жүреміз ғой. Мен де қатысы бар ғой деп ойлаймын. Ал шапшал ереке. Нұрболхан, сен дұрыс айтасың. Мен бағанан бері әңгімен бәйгі туралы айттым ғой. Негізі енді көкпар туралы айтуға болады бұл кісі. Өйткені бұл кісі өнер көкпарының президенті. Қазақстан бойынша өнер көкпарының президенті. Өнер көкпарының бірде-бір іргетасы қалауына себеп болған ағамыз. Өнер көкпар қалай хит болды мысалы. Көкпардың тілімен айтқанда лашын құстай шүйіліп аға, ақ сұңқардай түйіліп, әнінде жатқан суырды суырып алған сұңқар құсап, бүркіттей қиғаш бардыңызда түзіп ілдіңіз ғой былайша айтқанда бұл әнді. Сондықтан да көкпардың өзінде айтады ғой, әкең келіп тартса да тақымыңды босатпа,
шешең келіп айтса да салт дәстүрге тас атпа, атаң аттан қайтса да тұлпардың етін асатпа дейді. Расында тұлпардың етін асатпай, тақымыңызды босатпай, Әбдіжаппар өз оригинал вариантымен айтса, жоқ оны былай айту керек деген өз вариантыңызбен айтып, былайша айтқанда мықты кавер болды аға. Туралабай дей берейін ба? Ау, Туралабай дей берейін ба? Туралабай десеңші. Ең кейіп. Туралабайда балуан. Ең кейіпкер. Өліңіз ілгенен тақымға басқаннан кейін чалқайсаңызшы аға осылай. Чалқайып жүре беріңіз. Абайлаш құлап қалмас ел. Мына эмоцияңнан кейін шошып кетіп артқа құлайын деп отыр. Құламайды ол. Рахмет. Елеке, енді бұл жолы қандай нәрсеге теңейсіз? Бана Иә. ат жағынан егер теңейтін болсам, бізде Фигурасы ат екен деп қойсаңызшы. қалжыңдай береміз. Расында мен өзім табиғи адам. Мен далада, тауда, табиғатта жүретін адам. Мен еркін сөйлеген жақсы көрем. Сондықтан да отырысыңызға да қарап отыр. Еркін отыз ғой былайынан кәдімгідей. Сіз енді кімге теңейсіз? Бұл енді ана бізде Қырғызда қара қыз деген байтал бар да. Бәйге қосылған сайын бірінші орынды бермей жүр. Қазіргі таңдаш, оны бүткіл қазақ, қырғыз, Азия таниды. Сол сияқты бәйге бермейтін тұлпар болыңыз бұйырса. Бана Гаухар апай айтып жатыр ғой, бірінші рет деп. Сіз бірінші рет кеп тұрсаңыз, мен де өмірімде Мейрамбек ағам бірінші рет кеп сарапшы болып отырмын өзім жалпы. Камера, сахна дегенге бірінші рет кеп сарапшы болып. Баяғыда бір... Сен мүлдем ұқсамайсың ғой, бірінші рет әңгіме айтып қаладың айналайын. Постоянно осындай шоуларда жүрген сияқты кәдімгідей пікір білдіріп отыр да. Біз дала сахнасында енді әңгіме жоқ енді. Біз ат міну, атқа чабу, табиғат. Дала сахнасында жүргеніңіз көрініп тұр, айқайлап сөйлейді екенсіз кәдімгідей. Бәрімізге естіліп тұр. Мейрамбек ағамда. Нұрбол отырыста отырып, ешкім тос бермей қойып, бір өзі айқайлап жатады ғой. Мына бәрің деген бар ғой деп тұрып айтатын. Сондай болсыз ғой. Дұрыс айтасыз Нұрболхан, тура сондай адамдардың атынан келіп отырмын мен мына жаққа сарапшы болып. Сондай адамдар жетеді ке бізде, далада, ауылда кеп осылай айтқысы келеді әңгімесін. Бір сөзбен айтқанда бірінші рет сіз келіп отырсыз, бірінші рет мен келіп отырмын. Баяғыда бір келіншек бірінші рет операция жасайын деп жатыр, хирург айтады дейді, хирург ағай, мен бірінші рет операция жасайын деп тұрмын, қорқып тұрмын деп. Сен хирург айтады дейді, қорықпа, мен де бірінші рет жасайын деп тұрмын деп. Сол сияқты сіздікі де бірінші рет, біздікі де бірінші рет. Ән маған ұнады, керемет. Елдос сөйлеген сайын тартылып қалып жатыр ғой. Елдос айқайлап сөйлеген сайын Мұхтар бит қалып жатыр, қорыққан. Не болды? Елеке? Енді ана Гаухар апайымыз айтты ғой, көп көрінбейді, нетпейді. Асан өзі бір шықса бір-ақ рет шығатын әнші ғой өзі, арасы жарқ ете қалады. Жүйрік тұлпарлар болады да, бәйге қосылған кезде бір қосылғанда автокөлік тұтады, одан кейін жүреді, қайта қосылады, ұтады. Талхиз деген тұлпарлар бар да бізде, Сайгон деген. Сол тұлпарлар сияқтысында сен мен көзімен қарағанда енді. Біз бүткіл халық жалпы өзі осы әнді осындай әнші орындаса қалай болады деп жүретіміз. Тура ән саған өзі құйылғандай, өзі осы ән саған өзі бұйырғандай. Сол халықта сен үшін жиылғандай. Әні. Түріңді жайнап мейірбандай деп қоясың. Осылай жарқырап жаса жүре бер бауырым, сені көргеніме қуаныштым расында. Баяғыдан бері тыңдап келе жатқан әншіміз Арман деген әнді расында арманына жеткіздің. Және ортадағы сыйың қандай деп қойық те. Не? Мейрамбек мырза? Мына осылай жасауға болады екен-ау қазір. Мейрамбек аранжировкасын бере тұршы бізге десе. Асан, рахмет көңілімізді көтеріп, көңілді нотамен біздің әнді қолпыртып жібергеніңе. Сөз жоқ айтатын, елдің бәрі мына жерде делебесі қосып билеп кетті. Сондықтан осылай елдің көңілінен шығып жүре бер. Ризамыз. Рахмет. Жаңа Елдосты күшті қып айтып жатыр ғой, Елдос жаңа көкпармен бәйгенің комментатор болғанның бәрін осы жылқымен, атпен байланыстырады енді бүгін. Сонысы да қызық болып тұр ғой деп ойлаймын бізге. Дұрыс айтасыз. Негізі тойға, жолға шабатын, бәйге, көкпарға шабатын аттар болады. Көкпардың атын бәйге шапсам шаппай қалады да ол. Сен таза бәйге шабатын атсың ғой 31 километрге. Рахмет.